Ата-аналар көбінесе балаларының бір орында байыз тауып отыра алмайтынын, тым көп қимылдайтынын, тыныш тұра алмайтынын, дауысын тым қатты шығарып сөйлейтінін, өзге балалар мен ересектерге жиі кедергі жасайтынын байқайды. Мұндай балаға бір іске зейін қою өте қиын. Көңілі тез бөлінеді. Тым көп сұрақ қояды. Бірақ оның жауабын күтпейді. Басқа істерге кірісіп кетеді. Бірақ оларды да тез тастап кетеді. Осының барлығы қысқа уақыт ішінде орын алады. Осындай балаларды гипербелсенді, ал жалпы ауытқушылықты зейін жетіспеушілігі мен гипербелсенділік синдромы деп атайды.